Assalamu alaikum. Құрметті тыңдармандар, адал тыңдармандар, көрермендер. Әлеуметтік желіде өзіме қатысты болып жатқан пікірлерді, мәселені көрдім, оқыдым. Сүйя деген атты әнді жазатын кезде Әзілхан Нұршайықов атамыздың сөзіне сүйене отыра жаздық. Бірақ сол Әзілхан Нұршайықов атамыз өмір сүріп кеткен қоғаммен біз өмір сүріп жатқан қоғам екі түрлі екенін бірақ біз аңғармаппыз. Көптің көңілінен тиіп кетеді деп ойлаған жоқпыз. Бірақ зорлық, зомбылық, тирания, андай, ондайдың бәріне мен де қарсы адамдардың бірімін. Содан кейін шығар, анаммен өстім, әкеммен емес. Бұл ән енді көңілдеріңізден шықпай, ұнамай жатса, мен бұл әнді екінші орындамаймын деп шештім. Енді екінші мәселе, сол пікірдің астында Әділет Жауғашарға байкот, бұндай әншіні құрту керек, жақында өтетін Алматы аренада концертіне бармаңдар деген, енді олардікі сәл артық ау. Өткен өмір бойы осы үлкен сахнаны, ареналарда концерт беруді армандадық. Соған сәл қалған кезде бүйтпесеңіздерші. Концерттің атауы да сұлудың жоқ деген иә емес қой. Басқа да әндеріміз бар. Сол көңілдеріңізден тиіп кетіп жатсам, кешірім сұраймын.